Мектеп жасына дейінгі балаларды мектепке дейінгі ұйымдарға жолдама алу кезегіне қою нұсқаулығы. Ақмола KZ сайтының басты бетінде бірінші бөлімді таңдау қажет. Тізімнен өзіңіздің қалаңызды немесе ауданыңызды таңдайсыз. Жүйеге кіру парағы ашылады. Сертификатты таңдаңыз, батырмасын басып, ЭЦП кілтті таңдаңыз. Содан кейін ЭЦП кілттің құпия сөзін енгізіп, ашу түймесін басыңыз. Бұл терезеде ЭЦП-ны таңдап қол қойыңыз. Жеке кабинетте баланы балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдарға кезекке қою тармағын таңдаңыз. Нұсқаулықтармен таныс екеніңізді растап, өтінім беру түймесін басыңыз. Өтінішті тіркеу 2 қадамнан тұрады. Бірінші қадамда өтініш беруші туралы мәліметтер толтырылады. Екінші қадамда баланың иінін енгізесіз. Қажет болған жағдайда өңіріңізді таңдайсыз. Барлық мәліметті толтырғаннан соң жіберу батырмасын басып, ЭЦП кілтпен қол қоясыз.